Негізі қалай ойлайсыздар? Запись кетті, иә? Қайырлы кеш. Запись кетті экранның. Мен Дутбаева Меруерт, Өскемен қаласынан, 2 жұлдызды директор. Компанияда, Шаборим компаниясында 1 жыл 8 ай болды келгеніме. Оғанға дейін 8 жыл басқа компанияларда, БАД компанияларында жұмыс жасаған нем бар, опытым бар. Сондықтан возражениемен өте көп жұмыс жасадық. Әсіресе БАДы сатқан кезде. Енді сіздерден сұрайын дегенім, жалпы возражениеға қалай қарайсыздар? Микрофондарыңызды ашып жазып жіберсеңіздер. Возражениеға қалай қарайсыздар? Возражение деген қарсыласады ғой сіздерге, қарсы нәрсе айтады. Соған қалай қарайсыздар? Қарсыласқанда енді үндемей кете беремін мен деп, мүмкін мен іштен дайын емеспін әлі деп, менікі әлі жеткіліксіз деп. Үндемей кете бересіз. Не үшін мен дайын емеспін, ол кісіге Менікі жауап бере жеткіліксіз. алмаймын, менікі жеткіліксіз. Бірақ ішіңізде не болады? Возражение айтқан адамға қарым-қатынасыңыз қалай болады? Одан кейін сөйлескім келмей қалады. Ол кісімен ары қарай сөйлеспейсіз. Сөйлесе алмай қалам өзім, қайттан звондап хабарласуға. Таққан кімде қандай? Мен бас кезінде дауласатынмын. Өзімдікін айтып жеңіп шығуға тырысатынмын. Сосын қазір сабақтарға қатысқайы мен ол кісіні көп тыңдайтын болдым. Көп тыңдап, сол кісінің отал жеріне қарсы жауап беретін болдым. Өзімді кішкене басқа бет бұрып. Қажеттілігіне. Қалай? Қажеттілігіне. Қажеттілігі ана кісінің бөлім білу. Айжан ханым, айтып жіберсеңіз, Айжан ханым, Алия ханымдар, сіздер возражениеға қалай қарайсыздар? Сізге клиент келген адам возражение айтты, қалай қарайсыздар? Жалпы возражение деген не ол? Дұрыс па, бұрыс па? Согласна. Согласна с чем? Давайте, Алия ханым, Айжан ханым, давайте микрофончики откроем, окошечки откроем, свои экранчики, потому что сейчас мы будем работать в ролевках. И для того, чтобы работать в ролевках, Наташа ханым, қазақша понимаете, да? Микрофончики, микрофондарыңызды қосып, Алия ханым, сіз ойнағасыз, возражение ойынынан да карточкадармен ойнағанда? Микрофоныңыз. Микрофонды енді қосып. Я первый раз, саламатсыздар ма? Я первый раз только зашла, сейчас Алтын Дарыбекову услышала, Гульсум Шаихову. Вот, поэтому я немножко опоздала. Я не поняла, вы игру какую-то играете, да? Может, я не туда зашла? Да. У нас игра, только игра у нас қазақша. Потому что қазір байқағандарыңыздай, на казахском очень мало у нас обучений, очень мало у нас тренингов. В основном Нет, когда у меня есть возможность, я всегда захожу в казахша, потому что я хочу научиться казахша. Мне же тоже казахтар попадаются. Да. Тех казахша сөйлейтіндер. Поэтому я всегда захожу и с удовольствием слушаю, учусь, это самое, поэтому я просто опоздала, только зашла, алтын зумдарын нетіп, сосын осында кірдім. Вот. Очень приятно. Да, меня зовут Айжат. Я просто не успела, что за игра, не поняла суть. Про возражение. Возражение я так поняла, просто как диалог выдумала. Я думала, что у вас какой-то диалог идет. Вот. По возражению... Да, у нас будет диалог. Я сначала согласиться, спорить не будем, наверное, мы, чтобы не ставить сразу в противостояние, как вот только что женщина говорила, и я, извиняюсь, просмотрела имя, как зовут, которая говорила, что вначале вот там доказывала там что-то такое. И у меня просто еще не было, я только-только учусь,
Я еще не выходила на встречи, сама еще не вела, только-только учусь, поэтому стараюсь посещать все зумы, учиться у тех, кто у успешных, у лидеров, поэтому я внимательно слушаю, записываю, мотаю на ус дегенди. Вот. Мгм. Поэтому, Мгм. поэтому я готова слушать и записывать. Мгм. Наташа, у вас как с возражением? Наташа, да? М? С возражениями, ой, век живи, век учись дейді ғой. Мгм. Бір күн былай болып қаласың, екінші күн былай болып қаласың возражениеға. Ну, кей кезде болады, не, прям көңіліңе тиіп қалатын сияқты. Ну, бірақ та енді жаңа айтып жатыр ғой ана кісі, кім, Анар ма? Бірінші айтты. Мгм. Иә, ол кісі айтты ғой, бұрын ренжіп кетіп қалатын, өйтіп сөйлеспей қоятын деп. Ондай да болып тұрды. Қазір уже как-то мягче реагирует. Үндемей қалып отыра қалам кей кезде. Айта берсін деп. Мгм. Жаздасын, Керемет. иә, айтып Керемет. өз несін пікірін айтып болғаннан кейін сосын ойлаймын, жарайды, мен оныкін тыңдап алдым, сосын менікін тыңдасын деп, сосын өзімдікін айтамын. Аха, күшті. Негізі біз возражениеға қуануымыз керекпіз. Неге? Өйткені возражение айту деген ол біздің ұсынып отырған қызметімізге, значит, ол кісінің қызығушылығы бар деген сөз. Егер қызығушылығы жоқ болса, ол адам сұрақ қоймайды. Ең көп возражение айтқан адам ең мықты партнер, ең мықты клиент болады деген бізде қағида бар. Сол себептен возражение айтқан адамды қайтеміз, қолымызды шапалақтап, құшақ жая қарсы алып, ол кісінің возражениесімен жұмыс жасаймыз. Возражение деген ол кісі тоймай қалды ақпаратқа деген сөз. Ол кісіге жетпей қалды. Ол кісінің ашық сұрақтары бар. Ол сол сұрақтарға жауап алғысы келеді. Возражение деген қазақшаға қарсы пікір. Қарсы пікір. Қарсы пікір қай кезде туады? Қарсы пікір сіздер презентация жасап болып, осы платформаларды көрсетіп, мүмкіндікті көрсеткеннен кейін келесі этап возражениемен жұмыс. Жалпы саудада этаптар бар, иә? Сауданың этаптары бірінші, ол адамға дайындаласыз сөйлескенге. Дайындық этабы бар. Сосын кейін әңгімені бастау этабы бар. Үшінші этап әңгімені бастап отырып, ол кісінің жаңағы Анар ханым айтпақшы, ол кісінің қажеттілігін анықтау, болін анықтау. Ол кісі нені қажет қылып отыр? Ол кісіге саяхат керек па, орта керек па, немесе оған табыс керек па, немесе оған өмірін өзгерту керек па? Соны алдымен анықтап аламыз әңгіме барысында, иә? Біз әлі ол этапты қозғамаймыз қазір. Біздің этабымыз болін біліп алғаннан кейін сіз ұсыныс жасайсыз. Ұсыныс жасағаннан кейін сол ұсынысқа енді үлкен возражение деген этап кетеді. Возражение этапы айтылып болғаннан кейін келісімге отыру, сделканы аяқтау деген этап бар. Сол осы 5-6 этапты сауданың біз үлкен этапы, үлкен бөлігі возражение деген бөліммен жұмыс жасаймыз қазір. Соны жұмыс жасауды үйренеміз. Жалпы, егерде возражение айтқан адамға іштей жек көру, іштей оны жақтырмау, ұнатпау деген болса, ол адам сізден сразу бірден ол энергияны сезіп қояды. Сондықтан возражение айтқан адамды Жақсы көру керек. жақтап сүйіп алатындай болып тұру керек. Махаббат ояну керек оған. Мен өзім жалпы возражение айтқан адамды өте жақсы көрем. Онымен сөйлескім келеді. Бізде жалпы біз сіңіліміз екеуміз бірге істейміз, Гүлнұр екеуміз. Группада біреу возражение айтқан кезде бізде, не знаю, какой-то бір радость болады ғой, қуанамыз возражение айтқан. Наконец-то біреу возражение айтты, ура! Давай сен істейсің ба, мен істеймін ба ана кісінің возражениесімен деп келісеміз да, ушел, мен істеймші ананың возражениесімен. Бізде возражение деген, Жазира ханым айтпақшы, қорқып қаш кету емес. Бізде возражениемен ол кәдімгі тамақ пісірген кезде картошканы ашу керек деген сияқты бізде этап. Сен жасайсың ба, мен жасайын ба? Давай, жарайды, қазір мен уақытым болып тұр, мен жасайын. Аха, жарайды, болды. Мен ары қарай ол кісінің сұрақтарына жауап берем.
Сондықтан возражение айтқан адамды жақсы көріңіздер, махаббат сыйлаңыздар ол кісіге. Ол қызығушылықтың белгісі. Ол оған ақпарат жетпей қалды. Ол сіздің берген ақпаратыңызды ары қарай ашып қарағысы келеді, ішіне үңілгісі келеді. Сондықтан ол кісі сізден қосымша ақпарат сұрап тұр деген сөз. Жалпы қарсылықты тудыратын не нәрсе? Жазып алыңыздар. Қарсылықты тудыратын 5 нәрсе. Біріншісі, клиент өнім, компания немесе қызмет туралы маңызды ақпаратты түсінбейді, білмеді, ақпаратты өзінше түсіндірді. Өзінше түсініп алды. Түсінбей қалды деген сөз. Қайталап. Клиент өнім, компания немесе қызмет туралы маңызды ақпаратты түсінбеді, білмеді, ақпаратты өзінше қабылдады. Екінші себеп, барлық сату жөніндегі менеджерлерге теріс қарайды. Жалпы сататын адамдарды жек көреді деген сөз ғой. Екінші себебі. Кешіріңіз, Меруерт ханым. Сату деген не? Елдің бәрі базарда істемейді ғой. Мысалы, мен вообще ондай білмеймін, ондайды сату дегенді. Сетевой деген өмір істеген емеспін. Бұл кім екен сөйлеп жатқан, Рая ханым? Иә, Райсың, да. Рая ханым, сіз үйренгіңіз келеді, сатуды? Мен скоро бір стар боламын. Бір стар боласыз, әлі сатуды білмеймін дейсіз де, сонда қалай сатып жүрсіз? Жоқ, сіздің сөзіңізге айтып жатырмын. Сату. Сату деген информацияны айту шығар мүмкін. Сату деген бір түрлі ғой естіледі, дегенім ғой. Сіз сату деген сіздің құлағыңызға бір түрлі естіле ме? Иә, солай естіледі. Сату деген сөз, менің ойымда, например, енді бар ғой, саудагерлер, перекупщики, солай деп. Мысалы, мен интеллигенциямын ғой, мен 47 жыл стажым бар. Мектеп басқардым. Мен білмеймін, мысалы, сөзді маған сату деген сөз, маған по-другому слышится, по-другому пониманием басқа. Мен конечно. Кез келген услуга сату ғой. Кез келген услуга сату ғой. Жоқ, информацияны сату деген бір түрлі енді. Дұрыс. Қалай информациясыз? Неге сатасыз? Ақшаға сатпайсыз ғой. Көрсетесіз, наверное. Солай шығар. Эмоцияны көрсету шығар мүмкін. Өзіңіздің жеріңізді айту шығар деген сөзім ғой менің. Сату деген маған бір түрлі сияқты, соны айтып жатқаным ғой. Кешірім сұраймын, конечно. Рая ханым, мына жерде сіз сіздерге қазір пример возражение. Сату деген сөзге қарсы пікірін білдіріп жатыр. Бұл да возражениенің бір түрі. Ол кісі өзінің болын айтып отыр, Рая ханым. Мен сату деген құлағыма жағымсыз естіледі, өйткені мен интеллигенциямын, өйткені менің ортамда сату деген өте бір төмен нәрсе сияқты қабылданады деп. Рая ханым, мен сізбен келсем, дұрыс айтасыз, сату деген нәрсені бұрын бізде спекуляция деп, халтурщики деген нәрселер, бізде болды совет өкіметінде. Олай емес, кешіріңіз, ондай мағына емес. Халтура, спекуляцияға келмейді бұл. Сату деген продавать. Продавать что-то. Вещь. Или там лекарства, или БАДы. Ал енді мынау клубтікі, сен онда қалай енді? Сен, наверное, өзіңнің баратын жерлеріңді, наверное, сіз методиканы үйретесің. Как можно экономно, выгодно, бір ғана төлеммен, бір жылда бірнеше рет елді аралап келудің, сен методикасын үйретудің тәсілін айтам деген сөз деп мен солай қабылдаймын. А сату деген маған ол спекуляцияға жатпайды ол. Перекупщикті емес ол мүлдем басқа. Менің ойым ол. Сату деген не вообще? Бірнеше мағынасы бар, сіз қисық түсініп отырсыңыз ол сөзді. Жоқ, сіз қазір жаңа мен өзіңізді сатып отырсыз. Менің ойым ғой ол. Жоқ, әркімнің өзінің ойы бар. Мысалы, әркім қай жер, қандай сферада жұмыс істейді. Үлкен адамдарымыз ғой уже. Бәріміз отырмыз осы жерде. Қазақтар маған ұнап жатыр мынау эфир. Қазақша болған өте жақсы ғой, мен өзім патриот болсамдықтай. Өте жақсы. Бүгінгі ораза ұстаймыз, енді бәрі қабыл болсын. Просто маған сату, мен саған бірдеңе сатам деп мен айта алмаймын, ешқашан олай айтпаймын мен. Дегенім ғой. Рая ханым. Осылай келсек, осы жерде спикер менмін, менің атым Меруерт, мен 2 жұлдызды директормын.
Осы компанияда сетевойда 9 жыл жасаған еңбегім бар. Мен де педагог болғам. Менің мамам сетевик болған. Мен отбасыммен сетевой маркетингті өте жақсы көрем. Мен сату деген сөзді өте жақсы көрем, потому что продавать, давать с любовью. Продажа деген, когда я даю с любовью, когда я дарю, делюсь с радостью. Для меня продажа солай. Поэтому и сатылу, сатылым деген нәрсені бұл осы біздің жасап жатқан қызметіміздің термині. Сондықтан бұл терминді бұзбаймыз, осылай осы сату деген сөздермен жалғастырамыз. Өйткені оны мен ойлап тапқан жоқпын. Бұны үлкен мына Тугис компаниясында менеджер по продажам болған, қазір өзінің методикасын ойлап тапқан Гүлжан деген қыздың именно соның методикасымен сонымен жұмыс жасап отырмын. Осымен осы сұрақ сату дегеннің терминнің төңірегіндегі нені жабайық, иә? Ары қарай барлық екінші себебін жаздық, иә? Барлық сату жөніндегі менеджерлерге теріс қарайды. Установкасы бар, иә? Сатуды жек көретін адамдар бар, иә? Үшінші себебі бұрын басқа товардан жағымсыз әсер алу тәжірибесі бар. Бұрын басқа қызметтен, товардан жағымсыз әсер алу опыты бар, тәжірибесі бар. Мошенниктарға ілініп кетуі мүмкін, немесе дұрыс пайдаланбағаннан, мүмкін өзінің кінәсінен, мүмкін біреу дұрыс қызмет жасамағаннан теріс жағымсыз әсер алуы бар. Төртіншісі, кәсіби емес кеңесші мен тәжірибесі болған. Кәсіби емес кеңесші мен тәжірибесі болған. Орысша айтқанда, имел опыт работы с непрофессиональным продажником. Если вы хотите развиваться в сфере сетевого маркетинга, полюбите слово продажи, полюбите продажи, откройте философию продаж вместе с Кристиной. Мы развиваемся сейчас диалог, который продает. Это не продажи, это не такое ругательное слово, это продавать. Продавать с любовью, давать, делиться. Енді бесінші себебі клиенттің шешім қабылдауға құқығы жоқ. То есть бізге келеді адамдар, мен күйеуімсіз шешім қабылдай алмаймын. Мен күйеуімнен сұрауым керек. Осылай айтқан кезде, значит, ол клиентке сатпаймыз. Бұл жерде ол клиенттің өте глубинный, бұл отбасындағы иерархиясы, ол кісінің өзінің самооценкасы, соған байланысты оның өзінің недоработанный нәрселері бар. Недоработанный нәрселері бар болғандықтан, ол кісі өзі шешім қабылдай алмайды. Ол кісіге мүмкін психологтың көмегі керек шығар, мүмкін бір коучтың көмегі керек шығар, мүмкін ол адамды сіз продажаға емес, өзіңіздің қызметті сатып алу, клубқа кіргізу емес, жай ғана ортаға кіргізумен айналысу керек ондайда. Қарым-қатынас жасау, ол адаммен алыстан, тереңнен жұмыс жасайсыз. Өзінің самооценкасымен, өзінің қалай айтсақ екен, құндылығымен жұмыс жасау керек болады. Енді возражениемен жұмыс жасаған кезде не үшін бізге возражениемен жұмыс жасау маңызды? Өйткені көз алдарыңызға елестетіңіздер, полицейский академияны бітірген жаңа курсант келді жұмысқа, полицейский участокқа келді. Енді жерде бір тапсырма болып жатыр, үлкен бір бандитский шайканы алатын болып жатыр. Келген жаңағы курсантымыз не істеді? Бронежилетсіз сол операцияға шығып кетті да, оқ тиіп, ана бала жараланды, немесе қайтыс болып кетті, Енді көз алдарыңызға елестетіңіздер. Возражениемен жұмыс жасап үйренбеген адам тура сол сияқты қауіпті аймаққа бронежилетсіз кеткен адам сияқты ғой. Возражениемен жұмыс жасап үйренбесеңіз,
сіз тура сол адамның орнында боласыз. Сізге любой айтқан адамның сөзі сізді ұшырып түсіреді. Жаңа Жазира ханым айтпақшы, мен ол кісімен қарым-қатынас жасамаймын, қайтадан мен ол кісімен хабарласпаймын деп айтып отырсыз, иә? Не үшін хабарласпайсыз? Өйткені сізде, жаңа өзіңіз айттыңыз, иә? Қорқам, білімім жоқ, жетпей қалады, мен ол кісіге жауап бере алмай қалам деп қорқамыз. Сондықтан біз ол адамға жауап беруді үйренуіміз керек. Қайтеміз, осындай группаларда бір-бірімізбен бірге мынандай ойым бар. Қарсылықпен жұмыс деген бұл жерде 70 түрлі универсалды возражение бар. Оған қарсы мынандай қызыл карточкаларда 14 түрлі техника бар. Біз бүгін бір техниканы ғана разбор жасап көреміз. Мүмкін біз бір-ақ карточкамен жұмыс жасап үлгереміз. Өйткені қазір осы сабақта біз этаптарды разбор жасаймыз. Возражение мен жұмыстың тәртіптері. Бұны да жазып алыңыздар. Тәртібі, ережесі. Бірінші ереже, клиентке толық сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Сіздің әрбір сөзіңіз басқа дәлелдеріңізге кедергі болуы мүмкін. Жаңа Анар ханым айтпақшы, мен басында дауласатынмын, сосын кейін ол адамды толық тыңдайтын болдым деп тұр, иә? Толық клиентке толық сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Тоқтатпаңыз ол кісіні. Сіздің әрбір сөзіңіз басқа дәлелдеріңізге кедергі болуы мүмкін. Жаздық, иә? Екінші ереже. Нақты мақсатқа жеткізетін тек нақты дәлелдер бересіз. Үшінші ереже. Нақты мақсатқа жеткізетін тек нақты дәлелдер бересіз. Фактілер. Нақты. Тексерілген нақты фактілерді бересіз. Жағдайды нақтылау үшін нақты сұрақты қойыңыз. Нақты деген сөз өте көп, е? Точный деген сөз ғой. Точный. Жағдайды нақтылау үшін нақты сұрақтар қойыңыз. Үшіншісі, енді төртіншісі. Ешқашан клиентке жоқ олай емес деп айтпаңыз. Әр адамның өз пікірі бар. Біз бұл пікірді құрметтеуіміз керек. Әйтпесе клиент қарсылық тудырады. Жаңа Айжан ханым айтты, я не говорю нет деп, иә? Ешқашан жоқ олай емес деп айтпаймыз. Жаңа маған қарсылық білдірді ғой бір кісі. Сіз теріс түсініп отырсыз деп. Рая ханым, біз осында үйрену үшін отырмыз, сондықтан ондай болады. Бастапқыда біз бәріміз солай жасағанбыз. Жоқ деп, дауласқан бәріміз солай жасағанбыз. Ең алғашқы сетевой маркетингқа келгенде, мен де ең бірінші ретінде ренжіп, туысыммен сөйлеспей қойған бір ай бойы. Ондай да болған, ренжіген, біз сөйлеспей қойғанбыз. Кірмеген үшін бе? Ол біздің опытымыз. Иә, мен сетевойға серьезно уже істеген кезде мен де жылағам, жылап, меңіреп, туыстармен араласпай соларға бәріне ренжіп, неге олар кірмейді менің артымнан деп. Солай болған бірінші ретте. Кім сөйлеп атқан? Нұргүл Гната Қабенова. Ал қазір выплакала уже. Ал бізде қазір Нұргүл это мастер по продажам. Нұргүл. Қазір бізде возражениені орыс тілінде жүргізетін Нұргүл ханым. Айтыңызшы, неге еңіреп жылағанда қандай результат болды, соқсы айтсыншы. Қазір спикер менмін, Рая ханым. Ол кісі өзінің сабақтарында айтады, ол кісі өзі де сабақ жүргізеді. Қазір соңында уақыт болса, бізде қазір уақытты нетуіміз керек, үлгеруіміз керек осы уақытты. Ешқашан клиентке жоқ олай емес деп айтпаймыз. Келесі, клиентті ренжітуі мүмкін сөз тіркестерін қолданбаймыз.
Мысалы, айтамыз, иә, сен білмейсің, мен білем ғой бұны, сен қайдан білесің деген сияқты нәрселер айтпаймыз. Ой, қойшы, сенің айтып тұрғаның түкті емес, менікі сенікінен күштірек деп үйтіп дауласып кетпейміз. Иә, клиенттің ақпарат көзіне нұқсан келтіріп жоққа шығармаймыз. Бұл әркімнің жеке таңдауы, оның да өз орны бар. Ол кісінің айтқан аргументтеріне ешқашан сенікі дұрыс емес деп айтпаймыз. Иә, ол кісінікі да дұрыс, өйткені ол да оның опыты. Егер клиент ашулы болса, өзіңізді ұстаңыз, от жағып ушықтырмаңыз, қолдау көрсетіңіз, сонда клиент сіздің жағыңызда болады. Клиенттің ашуымен бірге, клиенттің ашуына ілесіп кетпейміз. Сабырмен, ол кісінің ашуын басып, сабырмен тыңдауына көмектесеміз. Түсінікті, иә, ережелер енді сіздерге түсінікті. Енді этаптар бар бізде. Қарсылықпен жұмыс жасаудың этаптары. Алгоритмі, немесе этабы, алгоритмі деп айтуға болады, этаптары деп айтуға болады. Бірінші этапта қарсылықтың ақиқаттылығы немесе басымдылығын анықтаймыз. Бұл жерде просто жазып салыңыз, иә, қарсылықтың ақиқаттылығын немесе басымдылығын анықтау. Мен жай түсіндіріп өтейін, егер керек десеңіздер, өздеріңізге жазып алыңыздар, керек демесеңіздер, жай тыңдаңыздар. Бұл жерде біздің тапсырмамыз, яғни задачамыз, иә, қарсылықтың ақиқаттылығын, яғни клиенттің шешім қабылдауына не кедергі болып тұрғанын анықтау. Бұл жерде қоятын сұрақтар. Бұл шешіміңіз сіздің сатып алу туралы шешім қабылдауды тоқтататын жалғыз себеп пе? Это единственное, что вас останавливает деген сұрақ қой. Қазақшаға аударып қойған ғой. Бұл сіздің сатып алу туралы шешім қабылдауды тоқтататын жалғыз себебі ме? Немесе, егер бұл себеп болмаса, онда қандай болуы мүмкін? Так, жаздыңыздар, екіншісі қарсылықты нақтылау. Жаңа бұл қарсылықтың ақиқаттылығын, басымдылығын анықтадық, енді қарсылықтың өзін нақтылаймыз. Қандай сұрақ қолданамыз? Сізді нақты не тоқтатады? Сіз осы сөздермен нені меңзеп тұрсыз? Қарсылықты нақты ету, бұл жердегі біздің задачамыз, тапсырмамыз, қарсылықты одан арман нақты қылып, көз алдыңызға елестетіңіз, иә, жирный немен жазамыз ғой, сиямен, керекті сөзді бөліп отырып, или текста выделительмен. Сол сияқты қылып бөліп алуымыз керек та, возраженияны. Нақтылау арқылы сіз клиенттің пайымдауының қыр-сырын түсінесіз. Яғни іс жүзінде оның қажеттіліктерін жақсырақ көре бастайсыз. Нақтылау кезінде клиент сіздің кәсіби маман ретінде сезініп, сізге деген көзқарасын өзгерте алады. Бұл жерде де продажа, сауда деген это искусство. Бұл да умение. Үлкен навыктарды қажет етеді, е? Мысалы, біз бәріміз, жаңа Рая ханым айтпақшы, бәріміз сетевик болып дүниеге келген жоқпыз. Біреуіміз дәрігер, біреуіміз бухгалтер, біреуіміз мектеп директоры, біреуіміз бір жерде инженер болып келіп жатырмыз. Сондықтан біз жаңа мамандықты игеріп жатырмыз. Үшінші этап қосылу, түсіністік білдіру. Жаңағы я деп қосыламыз, үшінші этап. Тапсырма. Бұл жердегі біздің тапсырмамыз клиентке оның пікіріне құрметпен қарайтынымызды түсіндіру. Қосылудың түрлері, иә? Я түсінем, менің клиенттерімнің көбі басында осылай ойлаған. Немесе, я сізге өнімнің қызметтің сапасы маңызды екенін түсінемін. Немесе айтамыз, иә, мен де сіз сияқты ойлағам. Мен де сіз сияқты қабылдағам. Немесе айтамыз, көп адамдар солай қабылдайды.
Бұл жерде Нұргүл ханымның слова лидоколы деген сабағы бар. Ол кісі өткізеді тренингтар, слова лидоколы деген, болашақта өткізетін шығар. Сол сөздерді қолданамыз қосылған кезде. Сананы ашатын сөздер. Қандай жабық болса да бір сөздер бар. Барлық адамдар осылай ойлайды деген, сол бір ледокол сөз. Қосылып алғаннан кейін барып дәлелдеуге көшеміз. Жаңа дәлелдеп кеттіңіз деп Рая ханым шығып кетті ма, Рая ханым? Рая ханым біреу мені жаңа дәлелдеп кетті деп айтып жатыр, иә, этапта. Действительно, ол кісіге дәлелдеп кетті. Кім біреу жаңа, жоқ, сіз дұрыс түсінбегенсіз деп айтып кетті да. Жоқ, мен шыққан жоқпын, тыңдап отырмын. Аха, жаңа сіз айттыңыз, иә, сездіңіз, иә, что сізге Конечно, сразу сездім, ол маған төртінші резко этаптан ұнады. бастап кеткенін. Я, Неприятно. мен просто диалогқа қосылып атқаным ғой енді. Кешірім Аха. сұраймын, конечно. Бірақ ол кісі Иә. маған прям мені жауап тастады уже. Тыңдағым келмей қалыпты деймін. Иә, қараңыз, енді қараңыз, жаңа на живом примере біз көріп отырмыз, иә. Бірден дәлелдеуге көшкен кезде клиент қайтеді, жабылып қалады. Бірден дәлелдеуге көшпеуіміз керек біз. Иә, сондықтан дәлелдеу бізде төртінші этап. Әбден сұрақтың бәрін қойып, ол кісімен барлығын ашып, барлық распаковканы жасап алғаннан кейін барып, иә, сіздікі дұрыс, мен келсем, бірақ бұл жерде бізде тапсырма не? Тұтынушының біздің өнімді, қызметті, біздің қызметімізді алу арқылы оның алға қойған тапсырмаларын шешуге, жабуға болатындығына сендіру. То есть ол біздің беріп отырған қызметіміз арқылы өзінің қажеттілігін жабатынын түсіну керек. Дәлеліңіз оң болу керек, фактілер сенімді және дәлелденген болу керек. Ол үшін біз қап техникасын пайдаланамыз. Қап деген қасиет, артықшылық, пайда. Мұнда сіз пайдалана алатын бірнеше әдістер бар. Енді қараңыз, таблицаны мен сіздерге берем, е, өзімнің жасағанымды фотоға түсіріп қоя берем. Қасиеті, мысалы, Travorym. Travorymда бізде 4 платформа бар. Қасиетіне не жазамыз? Мысалы, поощрительная поездка дейміз, е, поощрительная поездканың қасиеті не? Свойства. Поощрительная поездканың қасиеті ол осы клубқа кіргеніңіз үшін Rhythm Vacation платформасы арқылы берілетін тегін отель. Болды. Бұл сыйлық. Бұл промоушн, не? Бұны неме комплимент деп айтуға болады. Бұл сыйлық. Екінші графаға жазамыз. Артықшылық. Бұның артықшылығы не? Бұл жерде енді оның артықшылықтарын айта бастаймыз. Бұл жерде 45 мемлекетке тегін отель беріледі. Тек қана налогын төлейсіз дағы, любой елге ашып, 2 үлкен адам, 2 бала семейный путешествияға барасыз деп ашып айтамыз. Оның пайдасы не? Жаңағыдай, е? Егерде сіз тура осы отельді букингтан қарайтын болсаңыз, осынша бағамен тұр. Ал осы платформаны пайдалану арқылы сіз бұған тек қана налогын төлеп барасыз. Сізде осы 4 платформа жайында осылай қап техникасы жазылған болса, Жазира ханым, жаңа сіз айтпақшы, мен оған не айтатынды, не жауап беретінді білмегендіктен кет қалмайсыз. Сізде анық аргументтеріңіз бар. Өйткені сіз қасиетін, артықшылығын, пайдасын біліп тұрсыз өніміңіздің. Біздің өніміміз, енді қызметіміз саяхат болғандықтан, біз платформалардың әр қайсын ашып, оның қасиетін, оның артықшылығын, оның пайдасын біз білуіміз керекпіз. Мына балаларға көбейту таблицасын үйреткенде осылай айтатынбыз, е? Түнде мен сені ұйықтап жатқан жеріңде оятып алғанда 2-де 2 нешеден сен 4 деп жауап беруің керексің деп үйреткенбіз, е, балаларға. Тура сол сияқты түнде ұйықтап жатқан кезде, Жазира ханым, поощрительный поездка деген не дегенде сіз оянысып, поощрительный поездка деген 45 елге берілетін тегін отель деп айтып шығуыңыз керексіз. Немесе мировой тур деген біздің ол основной продукциямыз, осылай деп айтып шығуыңыз керексіз.
Сондықтан бүгін сіздерге тапсырма болады, осы қапты жазып шығамыз бір өзіміздің дәптерімізге. Енді 5-ші этап ол кері байланыс сұрау. Әбден сіз қап техникасы бойынша бердіңіз, ол біздің платформаның қасиетін, артықшылығын, пайдасын барлығын түсіндіргеннен кейін, сосын кейін барып ол кісіден кері байланыс сұраймыз. Бұл жерде біздің задачамыз, тапсырмамыз клиентіңіздің ары қарай сұрағы жоқ екеніне көзімізді жеткізуіміз керекпіз. Мысалы, сіз әбден айтып, түсіндіріп болғаннан кейін, телефоннан, ноутбуктан ашып көрсетіп болғаннан кейін, сізде тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Мен сізге мынаны тағы да қандай сұрағыңыз бар? Нені тағы көрсетейін? Сіздің қалауыңыз осы ма? Осы менің айтқан нәрсем сіздің қажеттілігіңізді жаба ма? Менің айтып берген маркетингім жаңағы, сіздің қосымша табыс туралы қажеттілігіңізді жауап тұр ма? Немесе үлкен ақшаға жететінге көзіңізді жеткізе алдым ба? Тағы не көрсетейін? Мүмкін ол кісіге аз шығар, мүмкін сіздің спонсорыңыздың, немесе сіздің амбассадорыңыздың табысын көргісі келетін шығар ол кісі. Оған ондай мүмкіндіктерді ашып көрсетіп беруіміз керекпіз. Егер ол кісіде сұрақ қалмаса, значит, ол кісі не? Возражение жабылды деген сөз, ол кісі сізбен сделкаға барады. Келісімшартқа отырады. 5 этап түсінікті болды ма? Айтып беріңіздерші сіздерге. 5 этап түсінікті болды ма? Рахмет, өте күшті түсіндірдің. Енді давайте, бізде қанша уақытымыз бар? 15 минут бар. 15 минут бар екен, бізде? Ойнап үлгерейік енді. Бір ғана карточкамен, бір ғана немен жасайық, Мен Үртханнан кешірім сұраймын. Мен басында кіре алмай едім. Жаңа 5 этапты просто жай ғана атап шығасыз ба? 1 минутта. Бірінші этапы қарсылықтың ақиқаттылығы немесе басымдылығын анықтау. Екінші этап қарсылықты нақтылау. Еще больше накручиваем. Ана кісі қарсылығын айтып жатса, онымен қоса оны үдетесіз ғой оны. Деңгейіне жеткізесіз, шегіне жеткізесіз. Сосын кейін 3-ші этап қосылу. 4-ші этап дәлелдеу, аргументтерді келтіру. Жаңа 4-ші этапта қап техникасын қолданамыз. Қасиетін, артықшылығын, пайдасын ашып көрсету. Таблицаға жазамыз қазір, оны сабақтайын тапсырма ол сіздерге. 5-ші этап кері байланыс сұрау. Ол кісінің сұрақтары бар ма екен, барлығын түсінді ме екен, соны білеміз. Енді сіздерге айтыңыздаршы, давайте мен сіздерге мына карточкадан емес, сіздерге айтылатын бір ғана возражениені алайық. Қандай возражение бәрімізге көп айтылады? Ақша жоқ. Ақша. Ой, қазір қаражатым болмай тұр. Осы көп соны айтады. Пока менде басқа цель деп қызмет істеп жүргенде. Енді осыны бір техника, сондықтан деп басталатын техникамен жабайық. Сондықтан деген ол орыс тілінде айтқанда именно поэтому деген сөзді. Сондықтан деп басталатын әдіс. Сіз клиенттің шынайы қарсылықтарын анықтаған кезде қосылудың 3-ші қадамынан кейін осы әдісті қолданасыз. Мысалы, бізге клиент айтады, қымбат дейді, біздің жағдайда ақшам жоқ деп тұр, Сондықтан мен сіздің тек қана сынақ партиясын алғаныңызды қалаймын. Біздің тауарымыз осы ақшаға тұрарлық екеніне көз жеткізу үшін ұсынып отырмын. Сондықтан әдісі осылай жұмыс істейді. Мысалы, біз сондықтан дегенді именно поэтому сізге осымен айналысу керек. Ақшам жоқ десе, не істейміз? Мен сізге кәсіп ұсынып тұрмын. Қосымша табыс. Қосымша табыс. Егер ақшаң жоқ болса, осыны пайдаланып, осы компанияны пайдаланып, үлкен табысқа шығу мүмкіндігі бар дегенді көрсетуіміз керекпіз. Енді сіздерге анық ашып айтып бердік, жауаптың бәрін айтып бердім. Енді осы жаңағы 5 этап алдыңызда тұр. Кәне кім шығып клиент болғысы келеді, кім осы возражениені жабатын Travorumның партнері болып шыққысы келіп тұр. Мен клиент болғым келеді.
Клиент. Ал кім возражениені жапқысы келеді, шығыңыздар. Жаңа қашып кететін Жанар ханымды шығарайық. Жазира ханымды шығарайық. Қашып кетем дедіңіз ғой. Кәне енді сіз қашып құтыла алмайсыз осы арада. Клиент. Аха, сіз бәрін айттыңыз, презентацияны беріп болдыңыз, енді Анар Иә. ханым айтып отыр, менде ақша жоқ дейді. Иә. Бірінші этаппен кетейік. Ақшаның бұл жерде ақшаңды бір нәрсе жинап кірдім ба? Кірдім. Ақшаңды қашан болады, қанша уақытта болады ақша? Негізі ақша болса, бұл саған күшті мүмкіндік, қосымша күшті табыс табасын. Әрі табыстан да бөлек қуанышты нәрселер бар, жаңағы жеңілдік саяхаттар бар. Жеңілдік саяхаттар бар. Мен әзір білмеймін, қай кезде болады. Айта алмаймын сізге. Сіз көрсеңізші, ойластырып, бір қарастырып ақша жағын. Ақша әрине жоқ десеңіз жоқ бола береді, бірақ іздестірсеңіз негізі табылады ақша. Шын қатсам десеңіз табылады ақша. Көрейін, ойланайын десеңіз. Қалай қарайсыз осыған? Мен енді сізге айтып отырмын ғой, мен қай кезде болатынын айта алмаймын. Жазира ханым, этаптар қайда қалды, сіз қайда кеттіңіз? Бұйырған күні болатын шығар, бұйырған күні. Анар апай тұра тұрыңыз. Жазира ханым, этаптарыңыз қайда? Ең бірінші этапта не істеу керек болатын, біз оқыңызшы. Ол жайында қалып қалды. Біз жаңа теорияны жаздық, енді практиканы жасап жатырмыз. Не үшін, мен сіздерге қазір айтып берейін, не үшін практика жасап отырмыз? Сайтмұрат Давлатовтың «Деньги в сетевом» деген кітапты кім оқыды? Сол жерде мынандай жағдайды описание жасайды, Рая ханым. Нені супермаркетті ашқан кезде кішкентай мынандай островоктар тұрады ғой. Сол жерде ана жерде адамдар сатып отырған бармендар коктейльдің 3 түрінен ылғи арзан коктейльді ғана сатып отырған. Қаншама ол жердегі продавецті уже 1 жыл бойы ауыстырады, ешкім ана қымбат коктейльді сата алмайды. Сол арзанды ғана сатады да, арзан позицияны ғана. Негізі бәрі өту керек қой, анауда. Сосын бір мықты маркетологты шақырады, ол маркетолог алады да, ана жерде отырған барменді 1 күн бойы комнатаға қамайды да, бізге ешкімің мешать етпеңіздер деп 1 күн бойы қамалады екеуі. Сол кезде ана маркетолог не үйреткен анаған? Коктейльдің 3 түрі бар екен. Біреу жұмыртқамен, біреу 1 жұмыртқамен, біреу 2 жұмыртқамен. Соответственно, бағасы да соған байланысты. Сонда ана сатушыға былай үйреткен. Сізге коктейльдің 2 жұмыртқасы бар ма, әлде 1 жұмыртқасы бар ма? Көрдіңіз ба? 2 жұмыртқа немесе 1 жұмыртқа. Ана жұмыртқасы жоқ, арзанды вообще айтпайды ана. Содан әбден кешке жақын ана кісі сол сөзді әбден попугай құсап жаттап алған кезде ғана саудаға шығарған. Сол кезден бастап ана коктейльдің сізге адам стойкаға жақындаған кезде сізге қай коктейль, 1 жұмыртқасы ма или 2 жұмыртқалы ма дейді. Көрдіңіз ба? Анадар уже ана жұмыртқасы жоқты айтпайды. Не үшін сөйлетті оны? Мына сөзінің бәрін үйретті, тілі бәрі жаттықты. Сол сияқты мына возражениемен жұмысқа біз жаттығып алуымыз керекпіз. Сразу ана 4-ші этапқа барып дәлелдеуге көшіп кеттіңіз сіз. Сосын кейін сізде техника бар ғой, именно поэтому деген. Сондықтан ақшам жоқ деп тұр ғой. Ақшаң жоқ болғандықтан. Тағы да, давайте, кім тағы да шыққысы келеді? Кім шыққысы келеді? Давайте, микрофоныңызды ашыңыз да, Анар ханымның возражениесін жабыңыздар. Шықпай ма ешкім? Конечно, бұл жерде тренировка ғой, шықсаңыздар. Көрейін мен. Так, Рая ханымды шығарайық. Рая ханым, Анар ханымға айттыңыз, Анар ханым ақшам жоқ дейді, ал енді. Солай ма? Сіз қазір Анар ханым. Сізде қазір сондай қиындық болып тұр ма?
ақшаңыз жоқ, неге жоқ екен деп соны ойлап отырмын да мен. Сіз жұмыс істейсіз ба или зейнеткерсіз ба, Анар ханым? Зейнеткермін. Жақсы, тамаша. Күшті ғой, зейнеткер деген. Нағыз бейнеттің зейнетін көріп жатыр екенсіз ғой, иә? Күшті. Енді көрдіңіз ба? Бұл жерде мысалы да, бұл компанияның ерекшелігі адамдарға сол бақыт сыйлайды бұл компания. Бақыт сыйлаған деген, бақыт деген жақсы ғой. Сол жаңағы сіздің жоқ дегеніңізге жауап аласыз осы жерден. Соны тағы да келіңіз біздің зумға, тағы да түсіндіріп көрсеттіңіз. Мысалы мен өзім тоже зейнеткермін. Мен соған қарамастан өзім бұрынғы қыдырған жаңағы шыққан турфирмадан алған путевкаларымның бағасын санадым ғой. Орысша айтады ғой, сэкономленные деньги, это заработанные деньги деп та. Сондықтан да бұл компанияның ерекшелігі бұлар вот қаншама адам өзінің кететін затратасын есептей алмай солай жұмсап жүреді екен ғой. Бұл компания соның тәсілін үйретеді екен. Сол маған қатты ұнады. Сізге мен осындамын қазір. Қазір ептеп ақша тауып жатырмын. Елдер сеніміне кіріп жатырмын. Знаете, Анар ханым, мынау общением кішкене өзгерді менің. Енді мен сізге жай ғана тілек айтқаным ғой. Жаңағы сәл қиындықты осы жерден жеңіп кетуіңізге болады негізі. Соны тағы да бір рет келіңіз зумға, мен түсіндірейін сізге. Қалай Кім ойлайсыз? көп сөйледі осы арада? Мен көп сөйледім. Мен көп сөйледім. Негізі 60% ана кісі сөйлеу керек, 30% сіз сөйлеу керексіз. Онда можно формулировка вопроса по-другому поставлю. Анар ханым, ақша жоқ дейсіз ба? Себебін білуге бола ма, неге сіз ақша жоқ деп айтасыз? Ақша неге жоқ екен дегенім ғой. Қазір енді жаңа айттым ғой, зейнеткермін деп бәрі қымбаттап кетті. Енді бір кішкене бір ауысады екен деп келесі айды ойласаң, қымбаттап тұрады өнімнің бәрі. Сонымен бір орында отырмыз. Яғни сізге қосымша табыс көзін табу керек қой дейме осы жерде. Қалай ойлайсыз? Анар ханым? Енді атаға ойыңызды ойланып көрейін енді. Ол үшін де қаражат керек қой. Жоқ, бірінші сіз көрсеңізші. Бірінші көріңіз. Енді бала шағаларыңызбен ақылдасып, соларды шақырып көрсеңіз, қосымша табыстың көзін табатын сияқты деп ойлаймын. Ой, балалардың бәрі қарсы. Неге сіз бірден олардың ойын сіз айтып тұрсыз? Олар үлкен жігіт, олардың ойы бөлек қой. Сіз өсірдіңіз, асырадыңыз, бірақ енді олардың әрқайсының өмірге деген көзқарасы басқа ғой. Қалай ойлайсыз? Балалардың айтатыны басыңды қатырмай, үйде тыныш отыр дейді. Оларға енді сіздің әрине үйде отырғаныңыз керек. Тамақтарын істеп қоясыз, балаларын бағып қоясыз ғой. Бірақ енді сіз өзгерту керек осыны. Осылай енді. Меруерт ханым, болды енді, мен әбден ұялдым өзі. Этап қайда? Сіз басында күшті баста келе жаттыңыз, Рая ханым. Сұрақ қойдыңыз, бірақ ол сұраққа жауапты күтпедіңіз, иә? Сосын қосылу. Зейнеткердің көбі ақшасыз отыр. Қосылударыңыз қайда? Сол қосылу болмай қалды осы қазақтарда. Ана кісі ойлап қалмау керек. Оказывается, я одна такая безденежная. Ана яқтағы бәр зейнеткердің бәрінде ақша бар да, менде ғана ақша жоқ деген өзін-өзі. Бізге наоборот адамды көтермелеу керек та. Ой, елдің бәрі сен сияқты. Ой, мен де солай ойлағам. Ана менің қасындағы адамның бәрі сөйтіп ойлаған. Сөйтіп адам өзіне союзникті тауып алу керек қой. Түкіру керек, короче, көтеніне түкіру керексің клиенттің. Негізі Анар ханым молодец, бұл кісі вообще күшті. Бұл кісі, давайте сіз продавец болыңыз. Менің спонсорым мықты. Акула, Меруерт ханым. Менің прямой спонсорым. Мені төбемнен бүйтіп отырып үйретеді. Рая ханым ауыз кеп отыр. Анар ханым сатушы болады да, Рая ханым возражение айтушы болады. Ал ауысамыз енді. Ал ауысайық енді. Ауысайық ал. Ал бастайық. Рая ханым бастайды ғой, е? Жоқ, сіз бастайсыз. Рая ханым,
Сізге бір керемет бір ұсынысым бар. Қалай қарайсыз? Жо, уже мына жерде Анар апай ұсынысты айтып болып қойдыңыз, маркетинг түсіндіріп қойдыңыз, бірақ та ол кісі жоқ деп отыр ғой. Жоқ, менде ақша жоқ андағыға. $370 жоқ деп отыр. Жоқ, мен былай айтайын. Рая ханым, мен сізді түсінемін. Бастапқы кезде менің өзімді осы проектті маған сұнған кезде мен де айтқанмын, оған менде мүмкіндік жоқ, жағдай жоқ деген сұрақтар болған. Сізде не кедергі болып тұр сонда? Енді ай сайын төлеп отыру керек екен, кісі шақыру керек екен, және мен ешқашанда сетевой дегенде істеп көрген емеспін. Вообще продукция тұтынған емеспін. Мен түсінбеймін бұл жағдайды. Мен мемлекеттік қызметкермін ғой. Арнаулы план бар, арнаулы жұмыс бар, арнаулы зарплата бар. Сонымен жұмыс істеп үйренген адаммын ғой. Мына жерде кішкене басқаша екен. Содан қорқақтап жатырмын да. Рая ханым, мен сізді түсінемін. Менде де адамдар бар, сол қызметте жасаған адамдар. Ол кісілердің де айтатыны сондай, енді ондай сұрақтар бола береді, кедергілер. Енді мен сізден нақтылап білгім келіп тұрғаны, сіз жаңа маркетингті тыңдадыңыз, иә, осы жерде сізге осы ақшаның жоқтығынан мен сізге осы проектін ұсынып отырмын. Себебі сондықтан бұл жерде өзіңіз жаңа көріп отырсыз, қаншама адамдар өздерінің өмірін жақсартып жатыр. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз осы менің ұсынысымды? Дұрыс, енді мен келсем сізбен, енді ақша жоқ деп айта алмаймын, бірақ деген мен айтып отырмын ғой, жаңа кішкене қорқыныш менде басқаша. Сетевойға деген менде сенім жоқ. Өйткені мен түсінбеймін оны. Мен оны көрген емес. Жақсы түсініп отырмын. Қорқыныш деген әркімнің басында бар. Ол алғаш келген кезде бәрімізде де болған. Осы ең бірінші адамда қорқыныш тұрады. Түсінемін мен сізді. Бірақ енді бұл жерде сіз жалғыз болмайсыз. Иә. Сосын маған көмектесіп тұр ғой да. Сіз бұл жерде жол көрсетуші, бізде орта болады. Сондықтан қалай қарайсыз менің осы ұсынысымды? Жаман емес сияқты. Егер де сіз көмектессеңіз, бәрібір мен кісі табуым керек қой, солай ғой. Сіз білесіз ғой, енді жұмыла көтерген жүк жеңіл деген. Мысал үшін мен мына проектіні былай түсінемін. Сізге міне су жаңе әдемі заводтан шыққан машинаны алдыңызға қойды. Иә? Люкс сондай. Сізге бүйтіп ұсыныс жасады. 1 сағаттың ішінде сіз жаңағы мен сізге айтқан қаражатты тауып алсаңыз, мына машина сіздікі. Таба алмасаңыз, бұл енді өкінішті қалдыңыз деген әңгіме. Сол сияқты менің мына сізге ұсынып отырған проектімді дәл сондай мағынада. Оған қалай қарайсыз? Машинаның бағасы қымбат қой, сіз енді дәл сондай машинаны алдыңызға әкеп, бұл франшиза сондай ғой, сіз сондай машинаны алдыңызға әкеп қойып, міне Рая ханым 1 сағаттың ішінде осы жаңағы сумманы таба алсаңыз, сіздікі, таба алмасаңыз кетті деген әңгіме. Сонда сіз қайтер едіңіз ана машина алдыңызда тұрса, сіз көріп тұрсыз, су жаңа. Сіз оны процентпен маған берейін деп тұрсыз ба? Түсірілген процентпен? Жоқ, өзінің бағасына берейін деп тұрсыз. Иә, сол жаңағы проектінің бағасымен бергей тұрмын ғой. Осы проектінің. Онда табар едім мен ақшаны. Вот. Бұл франшиза сондай ғой. Мысал үшін Макдональдсты сіз бәленбай $1 миллион ала алмайсыз, Рая ханым. Ал сізге Траворим сол Макдональдстың табысын беретіндей мүмкіндікті небәрі осындай $370 беріп тұр ғой. Ойлаңызшы, қандай керемет мүмкіндік. Мүмкіндік жақсы екен, тамаша екен. Уже лучше. Рая ханым, қараңыз, сізге осылай сатса өте ме? Өтеді. Осылай сатса сізге өтеді. Сізге уже Макдональдспен салыстырды, е? Да. Мен айтып отырмын ғой, менің қалай еді, жизненный взгляд у меня совсем басқа ғой менде. Менде басқа. Мен түсінбеймін ана сауда дегенді. Миыма кірмейді ондай. Мен білмеймін ондай. Істеген емеспін ешқашанда. Тек қана сатып ала берем болды. Рая ханым, бір сөз айтайын ба сізге?
өзіне подобиені тартады дейді. Сондықтан мен білмеймін, мен түсінбеймін деген келесі жолы айтпаңыз. Мен білемін, мен түсінемін, мен қолымнан келеді. Все болды. Рая ханым, жаңа Ау. сіз сатып алдыңыз, иә? Қандай заттарды сатып алған жақсы көресіз? Брендовый. Брендовый. Сізге брендовый заттарды сатып алған адамға қалай қарайсыз? Сатқан адамға қалай қарайсыз? Тамаша қараймын. Солай ғой. Сіз қазір Travorym өнімі, Travorym қызметі қандай қызмет деп есептейсіз? Жаңа мүмкіндіктер көрсету ғой. Қазір қараңыз, менің басқа компанияда табысым $500 болған. Ол $500 да толықтай ала алмайтынмын. Оны өніммен береді, анамен береді, мынамен береді. Ой, естімей қалдыңыз. $500 да толықтай ала алмайтынмын бұрынғы компаниямда. Енді естіле ме? Естіледі. Енді естіледі. Аха. Енді осы компанияға келгеннен кейін менің қазіргі табысым $1300, $1200, иә? 2 еседен де асып кетті ана компаниядан. Және мен не істеймін? Жүгіріп ана сияқты өнім сатпаймын, такси әкеп, ол таксиге шығарып беріп, оны ана адреске жіберіп, почтаға салып, ондай менде жүгіру жоқ. Үйде отырам да осылай телефонмен айта салам, демонстрация экранымен айта салам. Қазір мен өзімнің спонсорыма рахмет айтам. Спонсорыма күніге білмеймін, миллион рет рахмет айтам. Гүлнұр, саған рахмет, маған ең бірінші айтқаның үшін рахмет, маған айтқаның үшін рахмет, маған айтқаның үшін рахмет деп, ол маған сатты ғой Travorym'ді. И как продажи не любить, если мы пользуемся этой услугой, пользуемся этими брендовыми вещами? Мен қазір Кристинаға рахмет айтам, что ол бізге ана курсты сатты. Мен қазір Гүлжан ханымға рахмет айтам, мына ойынды маған сатқан үшін. Өйткені бұл ойынды мен ана компанияда да, осы компанияда да құрал ретінде командамды өсіру, өзімді тренировка жасау ретінде бұны орысшасында, қазақшасында пайдаланып жатырмын. Нұргүл ханымға рахметімді айтам. Ол кісі маған бизнес я и деньги деген ойынды ойна, мерет керек, 10 рет ойнау керек деп, осы деген желкелеп жүріп 1-2 рет ойнатты мені. Зато мен қазір сол ойыннан кейін менің табысым 3 есеге өсті ғой Travorym'дағы. $300-дан $1300-ға өстім. 1 стар директордан 2 стар директорға шықтым. Сондықтан продажи это красиво, это продавать, делиться с любовью, с уважением. Можно задам? Екінші старға неше уақытта шықтың? Қанша уақыт аралығын? 2 старға 1 жыл, 1 ай отырып шықтым. Қазір менде Өскеменде суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын команда өсіп отыр. Конечно, сіз енді білесіз ғой, бизнесте жүрген адамсыз ғой, біз сияқты емессіз. Офиста күнделікті жұмыс жүріп жатыр. Ертеңде бізде мысалы нейрографика сабағы болады. Бізде система құрылды. Осы 1 жылдың ішінде біз система құрдық. Тамаша. Бір күнде құрылып, бір күнде құлап қалатын структура емес, біз команда құрдық. Қазір командамызда мықты спикерлер шығып жатыр. Жаңа Кристина Мұратхан мен команда, малый жағым. Ол кісі келді де бір айдың ішінде 1 стар директорды жапты. 1 айдың ішінде. Оның командасында 1 күнде платиновый директор жапқан кісілер бар. Көрдіңіздер ме? Өзіміздің біліміміз артқан сайын бізге білімді адамдар тартыла бастайды. Иә, келсем сізбен. Біздің Travorym компаниясының өнімі өте мықты. Сондықтан жаңағы қапты жазыңыздар. Қап. Қасиеті, артықшылығы, пайдасы. Пашитный поездканың қасиеті, артықшылығы, пайдасы. Мировой турдың қасиеті, артықшылығы, пайдасы. Travel сайттың қасиеті, артықшылығы, пайдасы. Getways-тың қасиеті, артықшылығы, пайдасы. Сізде прям кәдімгідей структурированы алдыңызда тұру керек, таблица болып тұру керек. Мұғалім бар ма араңызда? Мұғалім бар ма араңызда? Отыр ғой мен мұғалім. Полугодовой план жасадыңыз. Годовой план жасадыңыз ғой.
Бөлдіңіз я, қай күні қай сабақ болады. Сосын кейін поурочный план жасадыңыз ғой. Ол поурочный планды минутына дейін бөліп жасадыңыз ғой. Конечно, жасадық. 3 минутым мынаған кетеді, 5 минутым мынаған кетеді, 10 минутым осыған кетеді. Менің осы аптада осы сабағым былай өтеді, одан кейін былай өтеді, одан кейін былай өтеді. Міне менің мына тақырыпты ашуым былай болады. Солай жасаған сияқты бізде де не? Методика бар, бізде де әдістеме бар. Бұл да жаңа профессия. Сондықтан біз жаңа мамандықты үйреніп жатырмыз. Ешкім сетевик болып тумайды. Біздің мемлекетте сетевикті үйрететін академия, немесе институт, немесе колледж жоқ. Біз осылай бір-бірімізден опыт арқылы үйренеміз. Өстіп, в споре рождается истина дейді ғой. Осылай спорить етеміз. Бір-біріміздің опытымыздан үйренеміз. Сондықтан мына ойынды қазір сіздерге қалай болды? Ұнаса маған айтып жіберіңіздерші, жүрек шөдеріңізді, пальчикті. Ұнады ма? Осы жерде оқушы мен ғана болып қалдым негізі. Неге? Оқушы өте көп болды. Жазира ханым өз опытын алды, Анар ханым өз опытын алды. Егер де осы ойынды ойнаймыз десек, онда ше басқа кезде қазір ойнайық. Қазір бізде не мына этаптарға көп уақытымыз кетіп қалды. Осы мен тағы да обратка кім бере алады? Біз уже 1 сағаттан артық отырмыз Zoom-да. Иә? Zoom-да қазір сіздерге неге жазды? Записқа қойып жатыр. Записі жазылса, Амангелді мырза бөлісетін болады. Сіз Амангелді командасында? Біз Амангелді мырзаның командасындамыз, Сальвия ханымның командасымыз. О, күшті көріп тамаша. Өскемен командасы, Өскемен қаласында сіздерде Рая ханым, басқа да қатысушылар Өскеменде адамдарыңыз болса жіберіңіздер. Осы жерде жұмыс жасаймыз, адамдарыңыздың сіздерге тіркелуіне көмегімізді беріп отырамыз. Жоқ, Меруерт ханым, мен Өскеменнен емес, Қарағанды қаласынан. Өскеменде таныстарыңыз болса бізге жіберіңіздер. Алдын ала бізге айтып қойыңыздар. Меруерт ханым, немесе Гүлнұр ханым, сіздерге адам жіберіп жатырмын. Сол жақта осындай адам, сол кісіге түсіндіре салыңызшы деп, иә? Немесе партнерларыңыз бар шығар. Бізге қазір Константин Кимнің партнерлары келіп жүр. Сол кісілер ақырындап офисқа тартылып жатыр. Сіздерге сабақ ұнады ма? Маған обратка беріп жіберсеңіздер екен. Обалғын сорпасы самсағымен. Сабақ күшті болды, өзіме күшті лайфхактарды алдым. Әлде де осы ойынды өткізейік па группадарда? Иә. Осы возражениемен ойынды өткізейік. Этаптарды жаттайық, иә? Жаңа қап техникасын жазайық.